Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін біз кино жолы, біз бүгін 12 жыл құлдықта болған қара нәсілді адам жайлы айтатын боламыз. Сіздер лайк басып тіркеліңіздер, ал біз видеоға кеттік. Ең басында видеода бір жігіттер құлдыққа түседі. Сосын олар өте қатты қиналады. Бұл жігіттің аты Марлин. Бұл басты рөлде ойнайды. Марлин ол музыкант. Ол және гитара тартқанды өте қатты ұнатады. Ол отбасын басқа елге шығарып салады. Ол бір күні бір әріптестермен кездеседі. Олар қомақты қаражат береміз деп оны ресторанға апарады. Айтады. Ал екеуі бұның ыдысына у қосқан. Бұл оянса түрмеде түскен. Бұл түрмеде жатып өте азапталады. Және ол басқа да адамдарды көріп олармен достасады. Және бір қызымен бірге анасын алып келеді. Және оларды түн ішінде басқа жаққа көшіреді. Ол бір адаммен достасып алады. Оның аты Хагрид. Ол Хагрид және басқа адаммен сөйлеседі, қашуды жоспарлайды. Және ол әйелге де айтпақшы болады, бірақ оны Харлик тоқтатып алады. Күндіз оларды кемеге салып алады. Және де оларды сата бастайды. Оның досы Харликті сатып жібереді. Марлингтің кезегі келеді. Және де оны шет мемлекеттегі бай кісі сатып алады. Және оған ән айтқызады. Және екі баласы бар тәтені де сатып алмақшы болады. Және оның әйелді ғана сатып алады. Әйел баласымен сатып алшы деп өтініш жасайды. Ол өтініш жасады, бірақ ол келіспеді. Өйткені оған басқа біреу өте қомақты қаржы айтқан еді. Олар өз үйлеріне жетіп жұмысқа кірісе бастайды. Бұл олардың бастығы. Бұлар орманға ағаш шабуға келеді. Және көрші ауылдағы адамдарды көре бастайды. Және оларда да аспапқа ұқсас нәрсемен тартады екен. Марлин ол бас достарымен сөйлеседі. Және ол бұл ауылдан ешқайда қаша алмайтынын айтады. Және ол осы үйді салу керектігін айтады. Олар екеуі ұрсысып, соңында Марлин жеңеді. Және де бастық келіп оларды жазалайды. Бірақ бұларда қара нәсілдіні жазалау керек. Ақ нәсілді жазалай алмайды деп Марлинді асып қояды талға. Ол кеш батқанша осы жерде тұра береді. Бірақ оған бір әйел ғана жаны ашып келіп, мені көр қоймасын деп қашып кетеді. Түнде олардың бастығы келіп оны шешіп алады. Және де ол өзінің үйіне барып душқа түседі. Ал мына кісінің аты Марлин. Ол осы жердің бастығы. Бұлар қыздардың бәрі мақта теруге кетті. Және бұл еркек бұл қызды сатып алмақшы болады, бірақ оған келіспейді. Және түн ішінде құлдарға өлең айтқызып, билетіп, демалдырады. Бірақ бастық бұны көре алмай ашуланады, бірақ оны әйелі тоқтатады. Және бір қыз арақ ішіп мас болғанша талып қалады. Және оны сүйреп алып кетіп қалады. Күйеуі арлы-бері ұрсысып әрең тоқтатады. Және Марлин ана қызды ұнатып қалады, бірақ оған қосыла алмайды. Өйткені оның күйеуі бұлардың бастығы еді. Бұл басқа адамдардың жазалап жатқанын көріп, ол жүгіріп барады, бірақ ол үлгермейді, оған күші жетпейді. Ол бастығы Марлинге хат береді. Және оны атқа мінгізіп үйретпекші болады, бірақ оны үйреткізбейді. Бұл оның күйеуінің әпкесі. Ал оның қызметшісі. Бұл қызметші ол қол бұған тисе береді. Өйткені бұның орнын басатын осы қыз еді. Оны көре алмайтын еді. Бұл Марлиннен көмек сұрайды, бірақ Марлин бұған келіспейді. Олар күндіз тағы да жұмысқа шығады, мақта тереді. Бастық бір кезде оларды жазалай бастайды. Сосын ол Марлиндерді сатпақшы болады, бірақ оған түкте шықпайды. Бір күні Марлин шөп шауып жүрген кезде ол шет жақтағы үйге қарай қашып кетеді. Және де оның алдынан досы Патрик шығып оған
сен осы жерде қаласың дейді. Және оған музыкант аспабын беріп, ол кешкі сауық кеште музыкант болып жұмысқа орналасады. Ол әйелдің жазаланған түрін көреді, және де ол шошып кетеді. Бірақ бұлар әлі мақта тереді, жазалына қарамай. Бұл жалғыз еркек ақ нәсілді еді. Және де ол дәрігер болып шығады. Ол Марлиннің жараларын күнде басып беретін болды. Және олар кешке жақын қашу туралы жоспарласады. Бірақ Марлин оған біз қашуға мүмкіндігіміз жоқ деп айтқанда дәрігердің көңілі түседі. Бірақ ол берілмейтінін айтады. Олар кешке мас болып әңгімелеседі. Және олар түнімен ұйықтап, күндіз жұмысқа келеді. Және оның досының қызын ұра бастайды бастығы. Және оны көріп шыдамаған әйелі онымен ұрсысады. Және ол қара нәсілді әйелді жазалайды. Оны қара нәсілді Марлин досына ұр деп айтады, бірақ ол ақырын ұрады. Оған бастығы қаттырақ ол, әйтпесе мен сені мылтықпен ататын боламын дейді. Және Марлин оны бар күшімен көп рет жазалайды. Және де ол өзі де өкінеді. Содан соң бастық өзі де жазалай алады. Және олар Марлин мен ақ нәсілді досы жұмысқа кіріседі. Олар үйдің шипырын жасап атқан еді. Ол екеуі бұған шыдамаймыз, екеуміз оданша өле салайық дейді. Бірақ ол шыдауымыз керек деп айтады. Және олар егіншілікке келеді. Және Марлинді досы кездестіріп қалады. Сен мұнда не үшін жүрсің дейді. Мені біреулер алып кетті дейді. Және оны досы келіп оны құтқарып алады. Және екеуі құшақтасып оны алып кетеді. Ол әйелді алып кетейін десе оған рұқсат болмайды екен, өйткені ол жекеменшік болып қалған. Ал Марлин болса мұңайып үйіне келеді. Және олар 12 жылдан соң отбасымен кездесіп жылап, оны бір-бірімен айналалып құшақталып алады. Достар, біздің осымен киномыз бітті. Лайк басып тіркеліңіздер. Арнада әлі видеолар көп.